Баршаңызға қайырлы күн. Тауық етінен шашлик әрі духовкада піскен тауық етін дайындайтын боламыз. Видеоны қарап, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Өте дәмді болады, әрі қарапайым заттардан жасалады. Ең алдымен тауықтың сан еттерін алып, жуып, тазалап, керек емес жерлерін алып тастаймыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын, сол жерден қарасаңыздар болады. Өте оңай, дәмді әрі тойымды тағам түрі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын осылай кесіп дайындап алдық. Одан кейін үстіне бір пиязды турап салатын боламыз. Одан кейін 2 помидорды алып, сулы болып тұру үшін қосамыз. Одан кейін шашликтің приправасын, бір пачкасын барлығын қостық. Дәміне қарай тұз бұрышын салатын боламыз. Қызыл бұрыш, қара бұрыш бір қасықтан салсаңыздар жеткілікті. Татымына қарай тұзды мөлшерлеп қосасыздар. Одан кейін майонезді қосып жақсылап араластырасыздар. Егер духовкаға салатын болсаңыздар, көкөністерді, сәбіз, картошка, болгарский салып жесеңіздер болады. Менің видеомда бұдан да басқа ыстық тағамдар, салаттар, пирожный, торттар бар, кіріп көріңіздер. Осылай ең соңында майонезді салып, 1-2 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Духовкаде 220 градуста 1 сағат фольгамен, одан кейін жарты сағат бетін ашып, қызарғанша осылай пісіріп аласыздар. Өте оңай тойымды тағам түрі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалғанын палочкаға салып, шашлик ретінде ұсынсаңыздар да болады. Баршаңызға ас болсын.